Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписка тетімелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Астанада ақылы автотұрақты кімдер тегін пайдалана алады? Алматыда ақылы автотұрақтарды кімдер тегін пайдалана алатыны белгілі болды деп хабарлайды tengrinews.kz тілшісі. Елорда әкімдігінің мәліметінше, мына адамдар автотұраққа тегін пайдалана алады: алтын құран және халық қаһарманы ордендерімен марапатталған тұрғындар, тіркелген көлік құралдары, алтын алқа және күміс алқа араларындағы марапатталған немесе батыр ана атанғандар, сондай-ақ 1, 2 және 3 дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған көп балалы аналарға тіркелген көлік құралдары, әскери қызметтен босатылған немесе әскери жиындағы шақырылған, Ауғанстанда немесе басқа әскери іс-қимылдарды жүргізуге басқа елдерде интервенциялық борышын орындаған, осы көлік құралдарын жүктілігіне не осы көлік құралдарына жүрген адамдарға тіркелген көлік құралдары, мүгедек балаларға немесе 1-2 топтағы мүгедек адамдарға, сондай-ақ мүгедек баланың заңды өкілдеріне тіркелген көлік құралдары, семей ядролық сынап полигондарының ядролық сынаптарының салдарынан зардап шеккен адамдар тіркелген көлік құралдары. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.